де аққала инстаграмға тіркеп кетілерші. О, папа. Нормально, тішіп алайын десем, Миша тек. Пап. Не болды? Тоқтақ же, жүршмесең аққала көрсетем. Шаймашы, мен настроением жоқ. Көрсете салам, кішкене ғана. О, күн шықты. Папаның көтінен жүн шықты. Жарайды, Миша детмеш болды. Сайға артынан қауып жүрем ба үстіп. Туй, пап, 5-ақ секунд көресіз? О, жарайды, онда 5 секунд болса 5 секунд. Әне? Папаның пранковать етіп сағасына. Бергеле. Приколом, встречай конкретно. Айуан-ай, көтімсіңдер жүрді ғой. Сенің май-май көтенің қалай сынады? Сүйек жоқ қонда. Зато мынау сынады. Мен? Я қойдым. Сол авиатордың кесірінен менде көптеген хейттер кеткен болатын. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын, бірақ ол контракт ретінде жасалған болатын. Контракт деген не екенін білетін шығарсыздар, иә? Мен реклама жасамас едім, егер де ол өтірік болса. Ұтып атқан адамдар өте көп болды. Ал бұның реклама екенін түсініп, мен до конца қолданғандарыңызға рахмет. Бұйырса шатлақтың видеолары шығатын болады, сондықтан күтіңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, осы видеоға рекке шығарып жіберейік енді. Ал енді видеоның ортасында деп шешей, уже жай айтырсаң, авиаторға реклама жасауым кеп тұр деп. Жарайды, бәрі қалжың. В общем, егер де сендер реально ақша тапқыларың келсе, менің профилімде ссылка тұр. Сол ссылка бойынша менің каналыма өтеміз, яғни телеграм канал. Мен сонда лично өзім үйрететін болам, бірақ авиатор емес жігіттер, авиатор емес. Ой, жондарым, қыздарым туралы ұмытып кеттім ғой тоже. Қыздар тоже қолдауларыңызды күтем. Неде інім? Атсайш. Жапок саған бір прикол көрсетейін бе? Осыдан маған бір шапалақ берсең, мамаға айтып берем. Қорықпа, шапалақ бермеймін, қара. Ба! Мен саған тиіскен жоқпын ғой. Жапок, жыламаш, только жыламаш. Мен саған донат жасап берем Free Fire'ға. Точно ма? Я точно. Қанша салып бересің? Бір 100 алмаз лақтап берем. Жарайды, 200. Аз. Жарайды, 400 алмаз. 500. Хотя, ол да аз. 1000. Қанағатсыз бір бәле. Үш. Мама! Кіммен балаба тиісіп